Сәлеметсіңдер ма, білім алушылар? Бүгінгі сабаққа дайын болсаңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол, шабуыл әдістері, қорғаныс әдістері. Сабақтың мақсаты шабуыл әдістерін дұрыс ұйымдастыру және қорғаныс шараларын дамыту. Білім алушылар, техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысып өтейік. Үй жағдайында жаттығулар орындау кездегі қауіпсіздік ережелері. Жаттығуларды орындауға арнайы орын таңдау, жаттығуларды орындау орнының тазалығы, жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау, міндетті түрде денені қыздыру жаттығулары. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшық еттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға артқа, оңға солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшаңдықпен дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Ойын шарттары. Волейбол ұжымдық ойын. Ол ойын екі команда арасында жүргізіледі. Алаңға әр командада 6 адамнан шығады. Ойын мақсаты қолдың соққысымен допты бәсекелестің жағына жіберу және сонда қондыру. Матч 5 партиядан тұрады. Ал олар эпизодтардан. Олардың әр қайсында 1 очко ойнатылады. Эпизод тордан доп беруден басталады. Өз алаң сызығының ар жағына беруші орында болады. Содан кейін бәсекелес командасының ойыншылары допты 2 рет бір-біріне бере отырып, 3-ші соққымен оны тор арқылы жібереді. Команда ұпай және келесі беру құқығын алады.
Егер оның бәсекелесі допты қолмен тойтарыс жасап алмаса, немесе 3 бас беру арасында допты кейін тор арқылы лақтыра алмаса, 25 ұпай алған команда партияны ұтады. 24 шортына ойын жалғаса береді. Айырма шоты 2 ұпайға жеткенше 5 партияның 3-ші партиясын бәсекелесін ұтқан команда матчты жеңген болады. Бірақ 5-ші партияда 25 ұпай емес, 15 ұпай жинау керек. Ойын техникасы: беру, тапсыру, қайыру, алу, құлап алу, шабуыл соққысы, тойтарыс жасау. Арнайы дайындық: допты жоғары лақтырып қағып алу, допты жоғары лақтырып отырып тұрып қағып алу, допты жоғары лақтырып айналып қағып алу, қарама-қарсы тұрып доппен шабуылдау әрекеттерін орындау. Шабуыл соққысын орындау: тордан 5-6 метр жерден жүгіріп келіп, қос аяқпен серпіле әуеде секіріп соққы жасау әрекеттерін көрсету. Секіру әрекетін көрсеткен кезде адымдап келіп аяқтың тізеден бүгу, қолды артқа сермей лақтырып, екпін жоғарыдан серпілу керек. Әуеде оң қолды жоғары алып, білектен соққы беруді көрсету. Осы жаттығуды доппен жасау. Бір ойыншы тор түбіне әулетте допты лақтырады, шабуылшы жүгіріп келіп, бар күшімен серпіп соққы береді. Ұйымдастырушы арқылы соққыны қайталау. Ереже бойынша волейбол ойын ойнау. Шабуыл кезіндегі қозғалыс әдістері. Осы видеоға қарап, балалар орындауға мүмкіндік жасаймыз. Это все выглядит. Дмитрий Мусерский, 18-17 от души. Может быть, это... Просто шикарный выбор нападающих на передней линии. Мусерский только прием. Отдача планера, хороший тоже планера в клюку. И первый темп от Мусерского. Переводит в 3-метровый. Мусерский, едва не оторвав там руки Лукасу по ходу, все-таки вбивает этот мяч в сторону площадки. Затянулся Мусерский и так обрушил буквально мяч 3 метра. That's the way to do it. Just let the volleyball do the talking. Қорғаныс кезіндегі алаңдағы, яғни доп түсетін орынды
біліп тұру ойыншының ерекше қасиеттері болып табылады. Доп төмен қарай және тез берілсе, ондай жағдайда тез бағдарлау, тез қозғалып, допқа ұмтылып құлай түсіп, болмаса айналып барып қабылдау, жеңіс бастамасы болып табылады. Демек, доп үнемі бақылауда болады. Бұл әдістерді үйренуді акробатикалық жаттығулардың пайдасы осындайда өте қажет. Қорғану түрлері. Осы суреттемеге қарап, қорғану түрлерін көреміз. Үйге тапсырма. Осы өткен тақырыпқа байланысты үй жағдайында түсінгендеріңді конспект түрінде орындап, және де сурет салып, тақырыпқа сай видеороликтер жіберулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.